Садриддиннің жағдайы жақсарып, оны үйге шығарады. Шевкет Бахридің үйіне келеді. Әділ Топалдың Нешет деген баласы бар екен, сол жоғалып кетті деп айтады. Яғни Пойраздың үлкен ағасы. Сема бірден Нешетті іздестіруге шығады. Нешетті тауып, оны Сефермен алмастырмақшы. Нешеттің үйден қашқанына көмектескен адамды тауып, оның қайда екенін біліп алады. Сол жерге келген кезде Пойраз да келеді. Пойраз Семаға көмектесу үшін келді. Үйдің ішінен Нешетті іздеп жүрген кезде Нешеттің өзі Пойразды тауып алады. Пойраз қуанып кетеді. Сәлем, менің атым Пойраз, сенің ініңмін, сен Нешетсің бе дейді. Нешетті Бахридің үйіне әкеледі. Нешет Айшегүл келген кезде оған қарап бір көргеннен ғашық болып қалады. Әкесі Әділ Топал туралы айта бастайды. Ол жынды, есінен адасқан дейді. Мені үйде қамап ұстап отыр, өз еркімнен тыс ешқайда бара алмаймын дейді. Айшегүл, иә, ол жынды адам ғой дейді. Мен қанша рет қашпақшы болдым. Бірінші рет қашқанымда мені Ихсан ұстап алды. Міне екінші рет қашып отырмын, сіздер тауып алдыңыздар дейді. Нешет Бахри мырзаға қарайды. Сіз жас кездеріңізде кек алу үшін үйді өртеген едіңіз. Менің әкем сол үйде қалып кетіп, беті қатты күйген болатын. Беті адам көрместей қатты өзгеріп кетті. Әкеме сол өте ауыр соққы болды дейді. Сол күннен бастап әкем қатты өзгерді. Мінезі адам түсініксіз болды дейді. Мен кішкентай бала болатынмын. Әкемнің бетін көріп қатты қорқып кеттім. Әкемнің мінезі қатты өзгеріп, анамды күнде сабайтын. Анам қашпақшы болды. Бірақ әкем ұстап алып, оны қылғындырып өлтірді, ал мен оның бәрін қарап тұрдым дейді. Әділ Топал Ихсанға Бахридің үйіне жендеттер жіберіңдер дейді. Үйінде кім бар, ешкімді аямаңдар, барлығын өлтіріңдер, әйел ма, бала ма, ешкімге қарамаңдар дейді. Ихсан жендеттеріне барып бұйрық береді. Жендеттер Бахридің үйіне қарай кетеді. Бахри үйіне барлығын жинайды. Туған туыс таныстарыма зарарын тигізбесін деп Бахри барлығын үйіне жинайды. Садриддин болса Ипекті де шақырады. Пойраз полковникті де алдыртады. Жендеттер келіп Бахридің үйін қоршап алады. Ихсан бастаңдар, ешкімді аямаңдар, баланы да өлтіріңдер, әйелді де тірі қалдырмаңдар дейді. Әділ Топал тікелей эфир арқылы жендеттердің Бахридің үйіне қалай кіріп бара жатқанын және ол жендеттердің адамдарды қалай өлтіргенін көру үшін қарап отырады. Жендеттер Бахридің үйінің артқы жағындағы қосалқы есіктен, яғни подвал арқылы кірмекші болады. Ол жерге келген кезде газ шашылып, жендеттердің барлығы уланып ұйықтап қалады. Әділ Топал не болғанын түсінбей қалады. Неге бәрі естерінен танып құлап жатыр, оларға не болды деп сұрай береді. Экранның ар жағынан Бахри шығады. Бізді оп-оңай қырып салам деп ойладың ба? Біз бәріне алдын ала дайындалдық дейді. Жендеттерің міне барлығын өлтіріп, басын пакетке салып жіберейін ба деп сұрайды. Әділ Топал Ихсанға жынданып, бәрін өзім істеуім керек па, сенің қолыңнан түк келмейді деп оны қуып жібереді. Семаға хабарласады. Сеферді тірі көргің келсе, онда Нешетті мен айтқан жерге алып келесің деп айтады. Семамен сөйлесіп болған соң полициядағы танысына хабарласып, Бахридің үйіне полиция жіберіңдер дейді. Бахридің үйіне полиция келеді. Нешет Топал осында деген хабар келді. Үйдің барлығын тінтіп шығамыз дейді. Бахридің үйінің барлық жерін қарап шығады, бірақ Нешет ізім қайып жоқ. Полиция Нешетті еш жерден таппаған соң олар кетіп қалады. Үйдегілердің өздері де Нешет қайда кеткен деп таң қалысып жатады. Сөйтсек Нешетті Сема алып кетіпті. Ол Әділ Топалдың сөзіне сеніп, Нешетті Зеферге алмастырам деп ойлап отыр. Әділдің айтқан жеріне келеді. Бірінші маған Сеферді көрсет, содан кейін балаңды аласын дейді Сема. Ақымақ, сен маған сендің ба? Ешқандай Сефер жоқ, мен сені алдадым дейді Әділ. Маған Нешетті өзің әкеп бердің, бір емес екі рет алдандың деп тұрған жерге, ол жерге Бахри және оның адамдары келеді. Әділ Топал қорыққаннан не болғанын түсінбей қалады. Сөйтсек барлығы Семаның ізінен аңдып келген екен. Наконец-то Әділ Топал Бахридің қолына түсті. Әділ Топал қолға түскеніне қорқып кетеді, ал Бахри Әділдің аяғынан атып, оны тізе бүктіреді. Сені бұроқпен атып оңай өлтіре алмаймын, сені қинап өлтіремін дейді. Көліктеріне мініп орман ішіне келеді. Айдалада ешкім жоқ. Әділ Топалды тірідей жерге көмбекші. Ең бірінші өлмес бұрын баламның денесінен шыққан 7 оқты саған жегіземін дейді. Және Әділ Топалдың аузына салып әлгі оқтарды жегізеді. Жерді қазып Әділ Топалды бос табыттың ішіне салып шегелеп тастайды. Сөйтіп оны тірідей жерге көмеді. Өздері кетіп қалады. Ол жерде Айшегүл, Мелтем және Пойразда тұрды. Жауыз әрі залым Әділ Топал жер астында тірідей көміліп қайтыс болып кетеді.